Мен бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Мырзағали Айтжанов ағамызбен сұхбаттасуды сәті түсіп тұр. Мырзағали аға, осы жалпы еліміздегі ең ірі турнирлердің бірі, және осы биылғы бәсекеге еліміздің белді боксшылары да қатысып жатыр. Себебін айтып өтсеңіз. Биылғы турнир ерекше өтіп жатыр. Бұл биыл ерекшелігі 5 салмақта Олимпиада жолдама берілетін турнирге бару үшін осы жерде іріктеу жарысын өткізіп жатырмыз. 5 салмақ олар 52, 64, 75, 81 килограммда боксшыларымыз өнер көрсетеді. Ол салмақтарда енді құраманың бұған дейінгі үздіктері қатысып жатыр ғой. Енді олар өздерінің мықтылықтарын мойындатуы тиіс қой. Әлем чемпионатынан кейін ұлттық құраманың бапкерлері ақылдаса келіп, осы турнирді іріктеу есебінде осы 5 салмақта істейтінімізді барлығына хабарландырдық. Сол себептен барлық облыс боксшылары осы жарысқа жақсы дайындалып келген сияқты. Ал енді ұлттық құраманың белді мүшелері әр салмақта, былай айтқанда, бапкерлер ұлттық құраманың 4 немесе 6 боксшыға дейін іріктеп, осы жарыста соның ішінен іріктеп аламыз. Мысалы айтқанда 52 килограммда құраманың мықты деген боксшылары Ильяс Сүлейменов, Саттыбай Олжас және Махметов, Азат деген боксшылар бар. 56-да Ералиев, Өтелбаев және Жақыпов. Одан қалса, жастар арасынан жаңадан өтіп атқан жігіттерді осы жарыста қарап отырмыз. Жастарымыздың да шамасын байқамақшымыз. Неге десек, қазіргі таңда былтырғы немесе арғы жылғы өткен Азия чемпионат, әлем чемпионаттарында топ жарған жігіттеріміз бар. Олар Зауырбек Сұлтан 56 килограммда, 64 килограммда Жүсіпов, Абылайхан өнер көрсетіп жатыр. Ал 81-де Казаков. Ал енді мына үлкен салмақты алатын болсақ, 75 килограммда әлем чемпионаты, әлем чемпионы болған, әлем чемпионатында сәтсіз өнер көрсетті деп, мынау қайтадан іріктеуге түсіп, өзінің мықтылығын білдіру үшін, дәлелдеу үшін Жәнібек те осы жерде өнер көрсетеді. Одан бөлек Әділбек Ниязымбек те өзінің мықтылығын дәлелдеу керек. Енді әлем чемпионатынан кейін қазақстандық боксшыларға кішкене сын садағын ілінді ғой, енді қазақ боксшылары. Енді алда Олимпиада қарасында енді 10 жолдама алу жоспарда мүмкіндік қалай? Мүмкіндігіміз енді жігіттер бізге әлем чемпионаты үлкен сабақ болды деп айтуға болады. Одан кейін барлығын саралап, талдап, өзімізше бір қорытынды шығарып, қазір сол кем-кетікпен жұмыс атқарудамыз. Ал енді жігіттердің барлығы ел сенімін ақтау үшін еңбек етуде. Мынау бірінші Азия және мынау Океания дейді, сол турнирде мартта өтетін Қытайда болады. Сол жерде көбінше алуға тырысамыз. Кемінде сол 4-5 алуға тырысамыз сол жерде. Жалпы 10 салмақта. Ал енді 4 лицензия бар. Сол 4-5-ін осы жерде алсақ, ар жағы қалған турнирлерде толықтырылады. Рахмет көп-көп. Әлі де сіздің осы жарыс барысында пікіріңізді білетін боламыз. Құрметті көрермендер, Казспорт телеарнасынан алыстамаңыздар. Нағыз адуында